Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданында орналасқан Ақ мектеп ауылында желтоқсан көтерілісінің 4-ші құрбаны ретінде аталатын Сәбира Мұхамеджанова дүниеге келген. Сәбираның кейіннен салынған үйі 10 жыл бұрын осындай болса, қазіргі түрі мынау. Елім дейтін азаматтар ойланар деген үміттемін. Мына тұрған төмпешік 1928 жылы алғаш аудан құрылғанда Қожақ Мәди алғаш іргетасын қалаған мектеп бой көтерген. Ақ балшықпен сыланған мектеп алыстан аппақ болып көріп тұратындықтан кейіннен Ақ мектеп аталған. Кейіннен үлкен мектеп салынғанда бұл жеке үйге беріліп, сол үйде осы Сәбира 1970 жылы дүниеге келген. Бұл күнде жерлесін еске алып, жылда түрлі шаралардың арқауы болатын Ақ мектеп орта мектебі. Сыныптастарының демеушілігімен өзі оқыған мектепте Сәбира Мұхамеджанова атындағы кабинеті жасақталды. 2001 жылы Сәбира Мұхамеджановаға Тарбағатай ауданының құрметті азаматы атағы берілді. Табынушылық тұтқыны болған, сол заман итке таланған, суға тұншыққан, сол заманның керзетікті жендеттер табанында тапталған қазақ жастарының қанымен келген бүгінгі тәуелсіздікке жеткізді. Көктей солған Сәбира секілді өрімдей жастардың ерлігі мен азаттықтың ақтаңына тұрды. Талай батырдың ізі қалған Шорға өңірі бабалар аңсап өткен еркіндікке үлес қосқан аяулы қызымен әйгілі. Келешекте Сәбира Мұхамеджанова атындағы мектеп не көшенің аты тұрар деген үміттеміз. Егемендік үшін опат болған ата бабамыздың, кейінгі ұрпақтың, жастардың есімдері мәңгі есімізде. Тәуелсіздігіміз мәңгілік болып, қазақ елі асқақтап, айбынды ұлдарымен, қайсар қыздарымен өркендеп, өсіп өне берсін. Мейіржан Темірбек, Жалғас Қанатұлы, Елден хабар, арнайы ұлттық арна үшін.